Сәлеметсіздер ме оқушылар? Кеңістік пен уақыт бөліміндегі жаңа тақырыбымыз Оралхан Бөкейдің Атау кере повесіне. Қош келдіңіздер. Бүгінгі оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшеліктерін түсіну, шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау. Дәл қазір бейнероликке көңіл аударайық. Ардақты ағайын, Алтай тауларының қолтығындағы алақандай ғана ауылдан шығып, алты алашты аузына қаратқан қара сөздің зергері. Қазақ әдебиетінің көкжиегін көз жетпес қиырларға кеңейтіп қана қоймай, әлемдік әдебиеттің де дүбірлі аламанында олжа салған дара суреткер. Ұлт журналистикасына тың жаңалықтар әкелген көсемсөз шебері. Ол әрине талантты қаламгер Оралхан Бөкей. Аз ғұмырында артында атан түйеге жүк болар, саналы пендеге ой салар, баға жетпес мол әдеби мұра қалдырған Оралханның жаратушы нәсіп еткен жарты ғасырлық өмірде барша қазаққа өнеге. Сыршыл жүрдек қалам мен қалың көрерменнің жүрегін баураған дарынды жазушының ғибратты ғұмыры сіздердің назарларыңызда. Оралхан Бөкей 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданының Шыңғыстай ауылында дүниеге келді. 1963-69 жылдар аралығында Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде сырттай оқиды. 65-68 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Нарын ауданындағы Еңбек туы газетінде корректор, аудармашы, редакторының орынбасары қызметтерін атқарды. 1968 жылы облыстық газетте әдеби қызметкер, 68-74 жылдары Республикалық Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі, 74 жылдан 83 жылға дейін Жұлдыз журналында проза бөлімінің меңгерушісі, 1983-93 жылдары, яғни өмірінің соңына дейін Қазақ әдебиеті газеті бас редакторының орынбасары, бас редакторы қызметтерін атқарды. Островский атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтың Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Балалар, өмірімен таныстық, енді тірек сөздерді пайдаланып тапсырмаларды орындайық. Оралхан Бөкейдің Атау кере повесі бүкіл адамзаттық проблемаларды қозғайды. Атау кере адамның өлер алдындағы ең соңғы дәмі. Жазушы былай деп жазып кетті: менің повестерімдегі, әңгімелерімдегі барлық сюжеттер, туған жер туралы естеліктер, жас шақтағы болған оқиғалармен байланысты. Қандай тамаша. Бірінші тапсырма: сюжетті кестелерді пайдаланып жұмыс жасайық. Сұрақтарға жауап береді, тірек сөздерді пайдаланады. Оралхан Бөкейді кім деп танимыз? Қашан дүниеге келді? Қайда? Оралхан Бөкей жазушы, журналист, публицист, драматург. Қашан дүниеге келді? 1943 жылы 28 қыркүйекте. Қайда? Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Шыңғыстау ауылында дүниеге келген. Оралхан Бөкей драматург. Қандай шығармасын білесіңдер? Құлыным менің пьесасы. Қашан жарық көрді? 1976 жыл. Островский атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтың лауреаты атағының иесі. Қашан алды? 1978 жылы. Қандай шығармасы арқылы? Найзағай ізі повестері мен әңгімелері үшін алды. Енді балалар, сюжет, композиция, жанр дегеніміз не? Қане, есімізге түсіріп көрейікші. Сюжет дегеніміз, сюжет өзара жалғасқан оқиғалар желісі, біртұтас желісі. Дұрыс айтасыңдар балалар.
Композиция дегеніміз не? Композиция туындының құрылымы, оның жанр мен мазмұнына орай құрамдас бөліктерінің тұтастығы. Тамаша балалар. Жанр дегеніміз не? Жанр сөзі француз тілінде тек ұғымын білдіреді. Қанша түрі бар, еске түсіріп көрейікші? Лирикалық, эпостық, драмалық, дұрыс айтасыздар, 3 түрі бар. Тамаша. Атау кере повесіне сюжетті композициялық талдау жасайық. Екінші тапсырма: үзіндіні оқып, мазмұны негізінде сюжеттік талдау жаса. Дескриптор: үзіндіні оқып, мазмұнын түсінеді, шығармаға сюжеттік талдау үшін жоспар құрады. Бірінші үзінді: Еріктің былтырдан бері ауылға келгені осы. Өзгермеген, өзі ғана секілді. Көшеде жұрттың бәрі бұған үрке қарайтындай сезікті сезінді. Өзін соншалық жат, өзінше бір өгейлікпен қарсы алады деген үш ұйықтаса, түсіне кірген жоқ. Мамандықтарын тастап, ара бағып кеткендеріне осы күзде 5 жыл толған. Оқиғаның басталуы. Еріктің ауылдан алшақ кетіп, омарта шаруашылығымен айналысуы. Екінші үзінді: үлкен ойдың жетегінде жүріп, құлындарын ноқталады. Үлкен ойдың жетегінде жүріп, самауырға су құйып шоқ салды. Үлкен ойдың жетегінде жүріп, барлық шаруаны тындырды. Күн қыза дестегі шөпті жинай бастады. Аралар әлемі толассыз жұмыс қамында. Қас қатар тізілген қорап тесігінен кіріп шығып, мәңгілік қозғалыстың ұясына айналған. Оқиғаның дамуы. Омарташылар мен бал араларының күйбең тіршілігі. Үшінші үзінді: ей қара бура, сен маған еріп жүр, аузыңнан арақ, алдыңнан тамақ кетпейді. Рас айтасың ба? Алдамайсың ба? Деді екі көзімен Еріктің қолындағы шөлмекті ішіп жей. Бұл оқиғаның шиеленісуі. Тақырып қояйық. Дұрыс. Еріктің ауылға ішімдікке салынған тағаны алып келуі. Тағанды. Төртінші үзінді: араның елде жоқ түрін алғаш рет естігенде, Ерік жанын қоярға жер таппай аса қызыққан. Қалайда қолға түсіру жолын іздеді. Қауіпті будан алапат еңбекқор еді. Бұл оқиғаның шарықтау шегі. Яғни Еріктің аш көзденіп, араның жаңа түрін өсіруі. Бесінші оқиға: Тихой өзенінен айнаны көтерген күйі, белуардан кешіп өткен таған білтсе жолмен Алтайдың қара орманына сіңіп бара жатты. Бұл оқиғаның шешімі. Таған мен айнаның жаңа өмір бастауы. Тамаша балалар. Үшінші тапсырма: көркем шығарманың жанрлық ерекшеліктеріне анықтаңдар. Дескриптор: көркем шығарманы талдау арқылы жанрлық ерекшеліктерін көрсетеді. Көркем шығарманы талдай отырып, қандай ерекшеліктер байқадыңдар? Тамаша. Ойымызды салыстырайық. Көркем әдеби стильде жазылды, орта көлемді. Үшінші: оқиғаның басталуы, дамуы, шарықтау шегі, шиеленісі, шешімі бар. Төртінші: кейіпкерлер Нұрке ана, Ерік, айна, таған. Бесінші: таған өз өмірі үшін күреседі. Қандай жанрға жатады? Атау кере, повесть, эпостық жанр. Дұрыс айтты, жазды деп ойлаймын. Өзіңді бағалаңыз.
Мен бүгін сабақта көркем шығармаға сюжеттік талдау жасадым. Мен көркем шығарма оқиғасына жоспар құрдым. Мен көркем шығарманың жанрлық ерекшеліктерін ажырата аламын. Өз-өзін дұрыс бағалады деп ойлаймын. Шығарманы мұқият оқыңдар. Өте қызық балалар. Өзіндік жұмыс. Идея туралы ойлар, дескриптор, стилін анықтайды, жанрын тілін ажыратады. Қорытынды. Оралхан Бөкей өмірі шығармашылығымен таныстық. Атау кере повесін сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшеліктерін түсіндік. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Повесті тағы да қайтара оқып, білім алайық балалар.